بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه أستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم құрметті мұхтарам жамаат. Бүгінгі мешітке басып келген аяғымызды Алла Тағала сауаптан жазсын. Бізге екі дүниенің хайыр берекесін беріп нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті бауырлар, Алла Тағала бүкіл әлемді жаратты. Соның ішінде жер шарын жаратты. Бірақ сол жер шарының ішінде Алла Тағала Байтул Харамды барлық жерден ерекше қылды. Алла Тағала жаннаттарды жаратты. Бірақ сол жаннаттардың ішінде, басқа жаннаттардың ішінде Жаннатул Фирдаусты ерекше қылды. Алла Тағала періштелерді жаратты. Санын бір Алла біледі. Бірақ сол періштелердің ішінде Жабраил, Микаил, Исрафил сияқты періштелерді қалған періштелерден ерекше қылды. Жибрил періште уахи жеткізуші болса, Микаил Алланың қалауымен жерге жан беруші. Ал Исрафил болса, ол қияметтегі сырнайдың иесі. Алла Тағала барлық адамзатты жаратты. Бірақ сол адамзаттың ішінде пайғамбарларды қалған адамдардан ерекше қылды. Алла Тағала сол пайғамбарлардың ішінде пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламды қалған пайғамбарлардан ерекше қылып жаратты. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи салам бүкіл пайғамбарлардың имамы және тақуалардың имамы және пайғамбарлардың соңғысы және барлық пайғамбарлардың мырзасы және қиямет күні, ол күні адам бір-бірінен қашатын күн, барлық адам ол күні өзім дейтін күн. Қиямет күні пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи салам үмбетіне шапағатшы болады. Алла Тағала пайғамбарымызды ақылдылықта ерекше етті. Құран Кәримде яғни жолдастарың Мұхаммед не дейді? Адаспады және ауытқымады дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламды Алла Тағала шын сөйлеуде ерекше қылды. Құран Кәримде не дейді? Яғни ол өз ойынан сөйлемейді дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи саламды Алла Тағала көркем минезде жаратты. Не дейді? дейді. Шын мәнінде, Мұхаммед, сен әлбетте көркем мінезге иесің деді. Алла Тағала барлық пайғамбарлардан уәде алды. Ол уәде өздерінен кейін келетін пайғамбарға иман келтіріп жәрдем ету еді. Құран Кәрімде не дейді? وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. Яғни мен сендерге қасиетті кітап түсіріп хикмет бергеннен кейін өздерінің соңдарында келетін пайғамбарға иман келтіріп жәрдем етесіңдер ме деп Алла Тағала пайғамбарлардан сұраған.
Сонда қоля ақрартым уа хастым аля заликум исри, менің осыған уәде етесіңдер ма дегенде пайғамбарлар не дейді? Қолу ақрарна, иә біз осыған уәде береміз деді. Яғни өзімізден кейін келетін пайғамбарға иман келтіреміз деді. Сонда Алла Тағала фашаду уа ана маакум минаш шахидин деді. Осыған куә болыңдар, мен де осыған қияметте куә боламын деді. Имам Муслимде, имам Тирмизиде, имам Ахмедте келген Абу Хурайрадан жеткен хадисте былай дейді. Анна набия саллаллаху алейхи вассалам қала фуддиту алал анбия биситтин. Мен қалған пайғамбарлардан 6 нәрсеменен ерекше болдым дейді. Қалған пайғамбарлардан мен 6 нәрсеменен ерекше болдым дейді. Біріншісі уътиту жауамиул калам дейді. Яғни маған Алла Тағала шешендік сөз берді дейді. Екінші уа нусирту бир-руъби дейді. Алла Тағала маған сондай нәрсе берді дейді. Менің жауларым менің атымды естіген кезде сонау қашықтан жүректеріне қорқыныш билейтін еді дейді. Үшінші ерекшелігі уа ухиллат лил-ғанаим дейді. Үшінші ерекшелігі соғыстан түскен олжа маған және менің үмбетіме халал болды дейді. Төртінші ерекшелік уа жу'илат лил-арду тахуран ва масжидан дейді. Не дейді? Маған және менің үмбетіме барлық жер таза болды дейді. Яғни далада қой жайып жүрсек те, немесе сапарда келе жатсақ та, намаздың уақыты келсе, жаңағы жолға қай жерде болмасын, жай намазымызды жайып, намаз оқи береміз. Бізге белгілі бір ғибадатханада ғана намаз оқы деген шариғатта ондай жаңағы шарт жоқ. Пайғамбарымызға және оның үмбетіне қай жер болмасын мешіт болып саналады. Бесінші уа урсилту илал халқи каффа. Бесіншісі не дейді? Мен барлық адам баласына пайғамбар болып жіберілдім дейді. Тек қана бір қауымға емес, пайғамбарымыз бүкіл адамзатқа пайғамбар болып жіберілді. Ең соңғысы уа хутима бин набийюн дейді. Меніменен пайғамбарлық бітеді дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар. Имам Муслим мен Абу Даудта, имам Ахмедте келген Абу Хурайрадан жеткен хадисте пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. Ана сайду валади адам яумал қиямати ва ауалу ман яншақу анхул қабр ва ауалу шафиин ва ауалу мушаффаин. Бүкіл адамзаттың ішінде ең бірінші болып тірілетін қиямет күні кім? Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам. Ең бірінші болып тіріледі. Бұлай деді: мен қиямет күні адам ұрпақтарының төресімін. Бірінші тірілетін де менмін. Бірінші шапағатшы әрі шапағаты қабыл болушы да менмін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол қиямет күні барлық адам баласы жүрегіне қорқыныш билеп, күн тас төбесіне келіп, үлкен үрей билеген кезде, бүкіл адам баласы өзім дейтін уақытта пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам адам баласына шапағатшы болады. Имам Муслим мен Бухариде келген хадисте Абу Хурайрадан жеткен былай дейді: қиямет күні адамдар жиналып Адам алейхиссаламның алдына келеді дейді. Адам алейхиссаламның алдына келіп: «Я Адам, сен Алла Тағаланың ең тұңғыш жаратылған адамсың.
біздің күніміз міне не болды? Сен бізге шапағатшы бол дейді. Сонда адам, Алла тағала маған қатты ашулы, Алла тағала тыйым салған нәрсені мен істеп қойдым, сондықтан маған ашулы, өзім сендер ана Нұхқа барыңдар дейді. Міне, сонда адамдар жиналып, қиямет күні Нұхқа келеді екен. Я Нұх, сен Алланың жер бетіндегі ең тұңғыш пайғамбарысың. Сен бізге шапағатшы бол, мына күніміз біздің не болды деген кезде, Нұхта Алла тағала маған ашулы, өзім сендер Ибрахимге барыңдар дейді. Міне, бұл пайғамбарымыздың қиямет күнін айтып жатыр. Адамдар Ибрахим алейхиссаламға жиналып келіп, я Ибрахим, біздің күніміз не болды? Бізге шапағатшы бол дегенде, Ибрахимнің өзі де не дейді? Өзім сендер ана Мусаға барыңдар дейді. Сонда адамдар Мусаға келіп, я Муса, бізге шапағатшы бол, біздің күніміз қандай күйге түсті деген кезде, Мусаның өзіне дейді, Алла тағала маған қатты ашулы, сендер Исаға барыңдар деп Исаға жібереді. Адам баласы Исаға келген кезде, Исаның өзі де не дейді? Өзім сендер Мұхаммедке барыңдар дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, маған адамдар келген кезде мен Алла тағалаға былай деп айтам дейді. Файқол я Мұхаммад ирфа расақ сәл тоқтағу дейді. Сонда Алланың алдында барғанда Алла тағала маған айтады дейді, я Мұхаммед, басыңды көтер, сұрағаныңды берем дейді. Сонда пайғамбарымыз айтады, сонда мен айтам дейді, я Роб, уммати, я Роб, уммати, я Роб, уммати дейді. Не дейді? Я Рабым, үмметім деп айтам дейді. Я Рабым, үмметім деп айтам дейді. Пайғамбарымыздың қияметтегі шапағаты, ол пайғамбарымыздың Алланың алдында дұға қылғаны. Қиямет күні бүкіл пайғамбар, бүкіл адамзаттың ішінде тек пайғамбарымыздың дұғасы ғана қабыл болады. Шапағатшы болу деген сол пайғамбар үмбеті үшін Алладан сұрап дұға етеді сол кезде. Расында Алла тағала пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламды осы дүниеде, ахиретте ерекше қылды. Барлық адамзаттан, барлық пайғамбарлардан ерекше қылды. Бірақ сол ерекшелік, пайғамбарымызға берген ерекшелік, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва салламды өлімнен құтқарып қала алды ма? Сондай ерекшелік берілсе де, пайғамбарымызды өмірден құтқарып қала алды ма? Жоқ. Пайғамбарымызды қандай ерекшелік берілсе де, өлімнен құтқара алмады. Құранда Алла тағала не дейді? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُمْ مِنْهُ تَحِيدٌ дейді. Адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті дейді Құранда. Адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті дейді. Адам баласының барлығы өлімнен қашады. Бірақ Алла тағала не дейді? Адам баласы, сен қашқан өлім міне жетті деп, біз ұмытшақ адамдарға есімізге өлімді салып жатыр. Наср сүресінде إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا дейді. Не дейді? Я Мұхаммад, Алланың жәрдемімен жеңіс келген кезде адамдарды ислам дініне топ-тобымен кіргенін көресің. Енді Раббыңа мадақтай, тәріптеп, одан жарылқау тіле. Негізінде Алла тәубені өте қабыл етуші дейді. Имам Табараниде Жабир бин Абдулладан руаят еткенде, осы Наср сүресі пайғамбарымызға
Жибрил періште әкеп тұрған кезде пайғамбарымыз Жибрил періштеге былай дейді: Наайта илайя нафси я Жибрил дейді. Не дейді? Я Жибрил, маған өлімнен хабар әкеп тұрсың ба дейді. Осы сүре түскен кезде Жибрилге айтады пайғамбарымыз: Я Жибрил, маған өлімнен хабар әкеп тұрсың ба деп сұрайды. Сонда Жибрил алейхиссалам не дейді? Уәл ахирату хойрун лака минал ула дейді. Я Мұхаммад, сен үшін осы дүниеден ахирет қайырлы дейді. Жибрилдің жауабы: Я Мұхаммад, уәл ахирату хойрун лака минал ула дейді. Сен үшін осы дүниеге қарағанда ахирет қайырлы дейді. Имам Бұхарида Ибн Аббастан руаят етеді. Осы Наср сүресі түскен кезде Ибн Аббас бірден түсінеді. Абдулла ибн Аббас Құранның астарын жақсы түсінген сахаба болады. Осы Наср сүресі түскен кезде Ибн Аббас не дейді? Пайғамбарымыздың уақыты жетті дейді. Пайғамбарымыздың уақыты жетті деп айтады. Хижраның 11-ші жылы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамыздың үйіне келеді. Айша анамыздың үйіне келген кезде Айша анамыз айтады: Алланың елшісі, менің басым ауырып отыр дейді. Сонда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Айша, сенің басыңа қарағанда менің басым қаттырақ ауырып тұр дейді. Сонда пайғамбарымыз басы қатты ауырып Айша анамыздың үйіне келіп тұрады. Сол күні пайғамбарымыз Маймуна анамыздың үйіне бару керек болады. Маймуна анамыздың үйіне барған кезде пайғамбарымыздың жаңағы басының ауруы күшейе береді. Денесінің барлығы қатты ыстық болады, ыстығы көтеріледі. Сонда әйелдерін жинайды. Әйелдерін жинап пайғамбарымыз былай дейді: Сіздер рұқсат етсеңіздер, мен Айшаның үйіне барып жатайын дейді. Міне, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның өзі әйелдерін қалай құрметтеген. Сол күні Маймуна анамыздың үйінде жату керек болған, хаққысы болған. Міне, бірақ әйтсе де пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллам әйелдеріне не дейді? Сендер рұқсат етсеңдер, мен Айшаның үйіне барып жатайын дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның Айша анамыздың үйге келіп жатқаннан кейін сырқаты күшейе береді, ыстығы көтеріле береді. Сонда имам Бұхарида келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Айша анамыз руаят етеді: Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам менің үйіме келген кезде дейді, ыстығы қатты көтеріліп басы ауырып келді дейді. Сонда пайғамбарымыз айтты дейді: Айша, үстіме бір торсық су құйшы, мен халықтың алдына шығып мүмкін өсиет айтармын дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз жаңағы халықтың алдына шығады. Халықтың алдына шығып былай дейді: Айюхан нас, инни байна айдикум фартун дейді. Уана алейкум шахидун дейді. Адам баласы, мен сіздердің алдарыңыздан кетушімін дейді. Мен сендерге куәгермін дейді. Ва инна мауидакум ал-хауду ва инни ла анзуру илайхи мақами хаза дейді. Сендердің барар орындарың хауыз дейді, жәннаттағы. Мен осы жерде тұрып, сол нәрсені көріп тұрмын дейді. Ва инни ласту ахша алейкум ан тушрику ба'ди дейді. Мен өзімнен кейін сендер Аллаға серік қосып кетеді деп қорықпаймын дейді. Валакинни ахша алейкум ад-дуnya ан танафасу фиха кама танафасу фиха фатухликукум
кама ахлакатkum дейді. Бірақ мен не нәрседен қорқам дейді. Сендердің алдарындағы үмметтер өзара дүниеге жарысып кеткен сияқты, сендер де дүниеге жарысып кете ма деп қорқамын дейді. Міне. Сөйтіп пайғамбарымыз сөзін ары қарай жалғайды. Инна абдан мин ибадилла хайяраху байна дуnya ва байна ма индалла фахтара ма индалла дейді. Бір Алланың құлы осы дүние менен ахиретті таңдағанда, ол Алланың құлы ахиретті таңдады деп айтады. Сөзін сөйтіп жалғастырады. Соны естіп отырған Абу Бакр Сиддиқ жылап жібереді. Кімнің ахиретті таңдап тұрғанын сол кезде түсінеді. Түсініп не дейді? Алланың елшісі, сенің жолыңда анам да, әкем де құрбан болсын деп, жаңа Абу Бакр шыдамай қимастықпен жылап жүреді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның Айша анамыздың үйінде жатып, ауруы асқына береді. Сол кезде сахабалар намазға келіп пайғамбарымызды күтіп тұрады. Пайғамбарымыз кіретін есікті барлығы сағынышпен есікке қарап тұрады. Пайғамбарымыз шықса екен, пайғамбарымыз имамдыққа келіп имам болса екен деп сахабалар пайғамбарымызды күтіп отырады. Пайғамбарымыз Айша анамыздың үйінде ауруы асқынғаннан орнынан тұра алмайды. Сонда Абу Бакрды шақырып, Абу Бакр, менің орныма имамдыққа өт деген екен. Сол кезде Абу Бакр бірінші болып жаңағы имамдыққа өтеді. Имам Бухари мен Муслимде келген хадисте Абдулла ибн Масуд пайғамбарымыз жатқан бөлмеге кіреді. Пайғамбарымыз жатқан бөлмеге кіріп, пайғамбарымыз жанында отырып, Алланың елшісі, сіздің ыстығыңыз өте қатты көтеріліп жатыр ғой дейді. Сөйтіп жаңағы Абдулла ибн Масуд не дейді? Ары қарай, Алланың елшісі, бір адам өстіп қатты ауырса, Алладан сауап бар ма деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз, Абдулла Масуд, Аллахи, кімде-кім қандай да бір мұсылман аурудан қатты ауыратын болса, сол аурудан зардап шегетін болса, сол адамның күнәсі талдан жапырақ қандай төгілетін болса, сол адамның күнәсі де солай төгіледі деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Имам Бухари мен Муслимде келген хадисте Айша анамыз руаят етеді. Айша анамыз айтады: Абдурахман бин Абу Бакр пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жағдайын білуге келеді. Сонда Айша анамыз айтады: Абдурахманның қолында мисуак бар еді дейді, тісін тазалайтын. Сөйтіп пайғамбарымызға келген кезде пайғамбарымыз Абдурахманның қолындағы мисуакқа қарады дейді. Сонда Айша анамыз айтады: мен бірден біле қойдым да пайғамбарымыздан сұрадым дейді, Алланың елшісі, сіздің мисуагыңызды берейін ба деп. Пайғамбарымыз мисуакпен тісін тазалағанды өте жақсы көрген еді. Сонда пайғамбарымыз ақырын басын изейді. Сонда Айша анамыз пайғамбарымыздың мисуагын береді. Пайғамбарымыз жатып жаңағы тісін тазалайды. Сөйтіп тазалап, Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз тісін тазалап болғаннан кейін жаңағы қоя берген кезде мен жерге қоймастан қолынан мисуакты алдым да сол мисуакпенен өзімнің тісімді тазаладым дейді. Сонда Айша анамыз айтады, пайғамбарымыздың аузының суы ең соңғы мәрте сол кезде маған аузыма тиіп еді деп кейін руаят етеді Айша анамыз. Пайғамбарымыз жатып жанындағы суменен бетін жуып былай дейді: Ла илаха иллаллах, инна лил маути ла сакарат. Аллахума а'инни аля сакаратил маут дейді. Бұл имам Бухариде келген. Не дейді? Ла илаха иллаллах, Алла бір дейді. Инна лил маути ла сакарат.
шындығында өлімнің алдында жан азабы бар дейді, өлім тапсырар. Я Раббым, маған осы жан тапсырар алдындағы азаптан мені сақтай көр деп пайғамбарымыз дұға қылған. Бұны барлық мұсылман намаздан кейін қай кезде болмасын дұға қылып жүрген өте жақсы. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның сүйікті қызы Фатима анамыз пайғамбарымыздың қатты ауырып жатқанын естіп қалын сұрап кіреді. Расында пайғамбарымыз Фатима анамызды өте жақсы көретін еді. Айша анамыз айтады, қыздарының ішінде Фатима пайғамбарымызға қатты ұқсайтын еді дейді. Жайшылықта Фатима анамыз пайғамбарымыз үйіне кірген кезде пайғамбарымыз орнынан ұшып тұрып Фатиманың маңдайынан сүйіп өзінің орнына отырғызады екен. Расында ауырып жатқан кезде әрине пайғамбарымыз оны істей алмайды. Фатима анамыз кіреді, пайғамбарымыздың жанына жақындап келіп отырады. Әкесі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты ауырып жатады. Сонда пайғамбарымыз қайғырып отырған Фатиманы, қатты қиналып отырғанын көріп, жақынырақ шақырады жанына. Жанына шақырып, құлағына сыбырлайды. Соны айтқан кезде, құлағына сыбырлаған кезде, Фатима анамыз жылап жібереді. Сонда екінші мәрте пайғамбарымыз қайтадан Фатиманы жақынырақ шақырып, екінші рет құлағына сыбырлайды. Екінші рет сыбырлаған кезде Фатима анамыз жымиып күледі. Жымияды. Сол кезде Айша анамыз айтады, кейін мен осыны Фатимадан сұрадым дейді. Фатимадан сұраған кезде Фатима айтты дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бірінші рет менің құлағыма сыбырлаған кезде, я Фатима, мен осы аурудан өмірден өтем дейді. Я Фатима, мен осы аурудан өмірден өтем дегенде, пайғамбарымызды әкемді қимастан жылап жібердім дейді. Екінші рет құлағыма сыбырлаған кезде, я Фатима, қиямет күні мен осы өмірден өткеннен кейін меніменен ең бірінші болып жолығатын сен өзіңсің дейді. Я Фатима, менің туысқандарымның ішінде меніменен ең бірінші болып жолығатын сен өзіңсің деген кезде Фатима анамыз айтады, мен сол сөзді естігенде пайғамбарымыздан мен жақын арада бәрібір кездесетінімді білген кезде мен қатты қуандым дейді. Расында да пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін бірінші болып көп ұзамай Фатима анамыз да өмірден өткен екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам яумул иснейн, яғни дүйсенбі күні Айша анамыздың үйінде өмірден өтеді. Бұл бүкіл сахабаларға ауыр тиеді. Тіпті Фатима анамыздың өзі қатты қайғырған соншалық Анасқа, Анас, пайғамбарымыздың бетіне топырақ салуға қалай дәтің барады деп айтқан. Расында ол пайғамбарымызды қимастық еді. Бүкіл сахабалар пайғамбарымыздың өмірден өткеніне сенбеді. Омар жылап тұрған жұрттың алдына шығып, мұнафиқтар Мұхаммедті өлді деп жүр. Мұхаммед өлген жоқ. Ол Муса бин Амран сияқты, Раббысымен 40 күн жолыққан сияқты, Мұхаммед те Раббысымен жолығуға кетті. Ол өлген жоқ. Егер де кім Мұхаммедті өлді деген болса, мен мына қылышпенен басын шабам дейді. Сонда пайғамбарымыз жатқан бөлмеге Абу Бакр менен Омар кіреді. Омар кіріп, Абу Бакр былай дейді: Алланың елшісі, Алла тағала саған өлімді жазды. Енді осы өлімнен кейін еш уақытта өлмейсің деп пайғамбарымыздың маңдайынан сүйіп, жиылып тұрған халықтың алдына шығады. Халықтың алдына шығып, мына аятты оқиды.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول. Өздерінің алдында келген пайғамбарлар сияқты Мұхаммед те тек қана бір елші дейді Құранда. Афаиммат ау қутила инқалабтум аля аққабикум. Егер ол өлсе, немесе өлтірілсе, сендер қайтадан кәфір боласыңдар ма дейді. وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا дейді. Кімде-кім қайтадан кәпір болып кетсе, ол Аллаға ешқандай бір зиян тимейді дейді. Саяжзиаллаху шакирин. Расында Алла Тағала шүкір еткендердің сауабын еселеп береді дейді. Осы аятты Абу Бакр оқыған кезде оны естіп тұрған Омар орнына отырып қалады. Кейін айтады, Омар айтады, «Оллахи, Абу Бакр сол аятты оқыған кезде мен сол аятты өмірімде бірінші рет естігендей болдым» дейді. Мұхаммед те тек бір елші екен. Ол өлсе, немесе өлтірілсе, қайтадан кәпір болып кетесіңдер ме деген осы аятты Омар айтады, бірінші рет естігендей болдым дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның жаназасы оқылып, дуа қылып болғаннан кейін осы сахабалардың барлығы пайғамбардың расында өмірден өткенін біледі. Бірақ бәрібір де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға деген махаббаты сахабалардың қимастығы өте күшті болады. Қандай да бір мұсылман болсын, оның иманы сонымен өлшенеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламды барлығымыз жақсы көреміз. Жақсы көргеніміз сондықтан пайғамбарымыздың қандай да бір істеген амалдарын біз істеуге тырысамыз. Қиямет күні барлығымызға пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям шапағатшы болуын нәсіп етсін. Алла Тағала біздің жүрегімізден иманымызды айырмасын. Көшеде адасып жүрген аға, іні, апай қарындастарымыз Алланың қалауыменен иманға келіп, мешітіміз жамағатқа толуын нәсіп етсін. Раббана иннана аманна фағфир